Енді оқушылар құрамында модуль таңбасы бар квадрат теңдеулердің келесі түріне тоқталайық. Бізде осындай екі мысал берілген. Осы есептерді қарастырайық. X квадрат минус 6x-тің модулі тең болады 7-ге. Бұл есеп шығару үшін x квадрат минус 6x тең болады плюс минус 7 деп жазайық. Яғни x квадрат минус 6x-тің орнында плюс 7 тұра алады, 7-нің модулі 7-ге тең, минус 7 тұра алады. Минус 7-нің де модулі 7-ге тең. Жеке-жеке ашып жазайық. Сонда бірінші x-тің квадраты азайтылған 6x тең болады 7-ге. X квадрат азайтылған 6x азайту 7 тең 0-ге. Түбірлерінің қосындысы x1 қосылған x2 тең 6-ға және көбейтіндісі x1 мен x2-ның көбейтіндісі тең болады минус 7-ге. Ендеше x1 тең болады минус 1-ге және x2 тең болады 7-ге. Көбейтіндісі минус 7-ге тең және қосындысы плюс 6-ға тең болады. Келесі екінші жағдайы x квадрат азайтылған 6x тең болады енді минус 7-ге деп алайық. Сонда x квадрат минус 6x плюс 7 тең 0 болады. Дискриминант табайық. b квадрат азайтылған 4ac тең болады. b бізде минус 6. Минус 6-ның квадраты 36 азайтылған 4a 1-ге тең, c 7-ге тең. Тең 36 азайту 7 4-ім 28 тең болады 8-ге. x3 пенен 4-ші түбірлер сонымен неге тең болады? Минус b плюс минус түбір астында d бөлінген 2a формуласы. Яғни x3-ші 4-ші түбірлері b минус 6-ға тең. Сондықтан плюс 6 плюс минус түбір астында 8 бөлінген 2a, a 1-ге тең. Тең 6 плюс минус түбір астында 8-ден 2 түбір асты 2-ге тең деп жазамыз. Бөлінген 2-ге тең болады 3 плюс минус түбір астында 2-ге. Сонымен жауабы минус 1, 7 және 3 плюс минус түбір астында 2 болды.